Кеттік ал. Есептерімізді талдай берейік. Мына жерде көріп тұрмыз. Бірінші есепті не берілген? The current value дейді, яғни бір үйдің бағасы берілген 74 дейді. Сосын бұл бағасы 2,4%-ға өседі. Яғни не деп тұр? Each year, жыл сайын өседі екен. Яғни бұрынғы жылдың бағасының 2,4% өседі екен. Мысалы, это оңай тілмен айтқанда, допустим, бұрын $100 тұрса, келесі жыл уже оның 2,4% тұрады. Именно бұрынғы бағаны не? 102-де $4. Енді келесі жылы ше, тоже $2,4 қосыла ма? Айтыңдаршы, келесі жылы қанша қосылады? Қанша доллар қосылады? $2,4 қосыла ма? Или қанша доллар қосылады? Аха. Кім айтады? Яғни 2,4%, бұрынғы жылдан 2,4% қосылады деген сөз ғой негізі. Аха, Жанерке, бір ойың бар ма айтатын? Осыған байланысты. Қандай әлі сенде ше? Кешіріңіз, сұрақты қайталап жібересіз бе? Жыл сайын бұрынғы бағаның 2,4% қосылады деген. Мысалы, мына жерде бірінші жылы емес, нөлінші жылы мысалы $100 болды. Потом бірінші жылы оған 2,4%, яғни $100-ның 2,4% деген сөз, это $2,4 деген сөз. Енді келесі жылы қанша қосылады оған? Примерно, мына калькуляторсыз есептеу қиын ба? Қанша қосылады? 2,4% деген ол. $2,4 қосыла ма сол, или басқаша қосыла ма уже? Қалай ойлады? Осы жүзде 2,4-тің 2,4% қосылады ма? Яғни бұрынғы бағаның уже осының 2,4% қосылады. Осылай. Яғни оны калькулятормен есептеп, яғни ровно жыл сайын 2,4 қосылмайды, уже мында бірінен бір 2,76 мысалы деген. Мысалы айтамын, мысалы мен білмеймін, калькулятормен есептеу керек. Сондай. Яғни келесі жылы уже мысалы 2,90 бірдеме, мысалы былай, келесі жылы 3,20 бірдеме деп. Яғни бұрынғы уже өскен бағаның 2,4% қосылады. Яғни жыл сайын өсе береді. Бұл рост қалай аталады? Негізі бұл тоже экспоненциальный рост. Экспоненциальный, яғни былай өседі. Бұл тез өседі. Бұл экспоненциальный ростты біз тез өседі деп айтамыз. Неге тез өседі? Себебі мына жерде қараңдар. Бұл енді дәрежеге шығып тұр мына. X-іміз дәрежеге шықса, ол дәреже болғасын оны экспонент дейміз. Экспонент. Яғни бұл экспоненциал рост. Экспоненциальный рост. Вот сол дәрежелі өседі. Тез өседі екен былай. Жыл сайын өсім көріп түсіндірі, өсім өсіп жатыр. Вот солай жұмыс жасайды екен. Так, бұны түсіндік енді. Енді қарап жүріңдер. Мына each year from the previous year деген соны білдіреді как раз. Previous year деген бұрынғы жылы, яғни әр жылдың бұрынғы. Соған 2,4% қосылады. Яғни изначальный мынаның 2,4% емес, яғни ол бір тұрақты сумма емес, тұрақты $2,4 емес, әр жыл сайын өсе береді. Енді бір қай функция, точнее мында варианттардың қайсысы ол сол функцияның көрсетеді, осы өсімнің функциясын көрсетеді. Мен сендерге бұрын көрсеткенмін, экспоненциальный ростты көрсеткенмін сендерге. Яғни сондай өсімді. Оның формуласы қалай болды? Формуласы это изначальный initial value, яғни мысалы мен в основном p деген әріпті қолданатын болдым. P0, яғни initial value көбейтілген 1 плюс процент өсім. Оны қалай жасақ? Оны кішкентай p деп жазайын. Потом мына жерге t уақыт, яғни уақыт, немесе мынаны x дейміз. Мына жерде x деп тұр, потому что x деген нені білдіреді? Мына жерде қарашы, x years from now. Яғни x years деген это жылдар, это тоже уақыт. Мына жерде t дейсіңдер ма, x дейсің ма, разница жоқ. Главное дәреже болу керек. Енді қараңдар. Initial value, изначально бағасы. Үйдің изначально бағасы қанша болды? Айтшы өндірші.
$174.000 емес пе? Дұрыс. 174 мың доллар. Ха. Сендердің қазір ұйқыларың келіп отқан сияқты да? Кішкене. Жоқ, ұйқыдан еніп тұрдым мен. Бәсе. Солай сияқты. Так, 174 мың. Потом мына жерде процентті сендер пайызмен жазбайсыңдар мына өсімді, оны бөлшекке айналдырасыңдар. Себебі мынау деген негізі 100% деген сөз 100%, оны біз бүтін санға айналдырсақ бір болады. 2,4-ті пайызды бүтін санға точнее бөлшекке айналдырсақ қанша болады? Мысалы 2% бөлшекте қанша? 0,2 ма, 0,02 ме еді? 0,02. Себебі 20% деген 0,2, ал 2% деген 0,02, яғни 2,4 деген одан да былай болатыны 0,024. дұрыс, иә, осылай болады. Сосын енді мына жерде t-дің орнына біз t десек болады. Мына жерде x тұр, окей, x-ті қолдана берің, x-ті жаза берсек болады. X функцияны x пен. Мына осылай. Енді дәл осы функция қайсында ол? Қай жерде тұр ол? Варианттар ретінде мен жазғаным. Біріншісінде ада. Ада, точно ада ма? Жоқ. Егер қосатын болсақ, 1 бүтін с болады сонда. Дұрыс, иә, с варианты болатыны. Мына жерде просто қосылып тұр мынау. Болды. Басқа разница жоқ. Түсінікті ма? Скриншотта алыңдар. Формуланы жазып, күштетіп. Скриншотта алыңдар, жазып алыңдар бірден. Надеюсь, барлығы өте түсінікті болды. Мынандай есеп көп кездесетін болады. Это всегда әрбір SAT-ге келетін оқушылар. Мына есеп, точнее дәл осындай емес, енді осыған ұқсас, мына формула деген ғой, мен айтып тұрғаным, мына формулаға байланысты есеп әрбір SAT-ге келеді. Ертең сендер бұйырса августте тапсырғанда, августте келеді. Сондықтан мына формуланы сендер білулерің керек, түсінулерің керек, қолданып білулерің керек. Бұл не обязательно, мысалы 2,4% беруі мүмкін. Мысалы doubles деген есеп беруі мүмкін. Doubles each year. Солай есеп беруі мүмкін. Немесе білмеймін, керісінше halves, несе береді, 2 есе кішіреді, halves, жартыға бөліне береді, жыл сайын жартылана береді. Сондай есептер келуі мүмкін. Так что мынаны түсініп алыңдар. Келесі есеп. Синус 18π дейді. Окей. Мұна есептің негізі ең оңай жолы қандай десеңдер, это десмос. Просто жай ғана десмосқа сала саласыңдар и жауапты қарай саласыңдар. Болды. Так, қазір сендерге көрсетемін. Поделиться. Синус 18π бізде сұрап тұрған. Бірінде салсам ма? Есептер біз шығарған есептерге ұқсамайды ғой. Жоқ, бұл екеуі алдында қалып қойған есептер ғой, сен шығарған есептерге енді келеміз ка. Бәсе. Не то? Сен шығарған есептерге енді келеміз. Так, міне демонстрация көрініп тұрған шығар. Синус 18π деп десмосқа жазылсындар, әлде шығады 0 деп тұр. Көрсіңдер. Көрдіңдер ғой да? Көк тұрған ба, тең 0 деп. Осы. Мен ғой көкпен белгілеп қойған. Негізі осылай шығатыны. Синус 18π. Мына жерге қанша жазылсаңдар да спокойно шығарып бересіңдер. Мысалы, синус, допустим, 27 қанша пи? 27π. Барлығы 0-ге тең болады. Мысалы, 10π. Ал бүйтсеңдер уже басқаша болады. Онда 5π. Көрдіңдер ме, уже басқаша? Онда 6π. Бөлшекпен уже басқаша болады. Бүтінмен всегда 0 болады. Бүтін жасаңдар всегда 0 болады. Енді неге екенін білесіңдер ме, бүтінмен всегда 0 болады? Оны түсіндірейін ба? SAT үшін түсініп керек емес, бірақ в целом өздерің үшін түсініп керек. Себебі сендер ертең университетке түскен кезде соны түсінбесеңдер, қиналып қаласыңдар. Мысалы, ертең бұйырса Назаровский университетке түскен кезде керек болып қалады бұл білім. Енді неге екенін кішкене түсіндіріп кетейін чуть-чуть.
бірақ қайталап айтамын, бұны түсінгілерің келмесе миларын напрягать етпей ақ қойыңдар. Яғни SAT-ге бұл керек емес, бұл білім керек емес негізі. Дәсімізбен шығарып беруге болады. Так, синустікі мына жерде болады, y бойынша болады. Косинустікі мына x бойынша болады. Түсінікті ма? Мына тігі еді синус тігі. Ал мына керісінше көлдеу жатқан, енді мына горизонталь жатқан это косинус болады. Осыны жаттап алыңдар. Сосын мына жер бірге тең. Көріп енді бірге тең, мына жер тоже бірге тең. Немесе оны бүйтіп сөйтіп айтсақ та болады. Мынау бірге тең деп. Косинус бойынша бірге тең. Мына жерде мысалы тоже бірге тең. Минус 1 дейміз. Ойбай. Sorry. Еще пи дейміз. Пи. Мына жер қараңдаршы оқушылар мына. Мынаның бәрі пи болса мына. Пи болса. Точнее жартысы пи болса. Мына жер қанша болады мына жер? Мына жер. Градус ма? Мынау пи болса мына жерге дейін, мына тек қана жартысы қанша болады? Пи бөлінген 2. Дұрыс. Пи бөлінген 2. Аха. Енді дұрыстап мына қарап жүріңдер, дұрыстап, пожалуйста, қарап жүріңдер. Мына мысалы синус пи ғой. Синус пида мына бір дегенді пока кетіріп тастайын. Синус пида нешеге тең болып тұр мына синусты алғандаршы, мына тік линия. Тік линия мына пида. Басқа түсіп көрсейін. Пиға келгенде мына тік нешеге келіп тұр, мына жерде нешеге тең болып тұр? 90 градус па? Или? Жоқ, мына жердегі координатны нелер ғой ма? Значениелері. Мысалы, мына жер қанша, мына жер нешеден басталады? 0, да? Мына жер там, білмеймін, какой-то value там 0.1, мына жер 0. да, білмеймін, 4. Мына жер бірге тең, мына жер бірге тең. Вот осы как раз мына тік линиянікі нешеге тең болып тұр? Синус пиға келген кезде, былай келген кезде, мына тік линия нешеге келіп тұр? Нешеге тең? Сан. 0-ге. 0-ге тең. Әне қараңдаршы, бұл цикличный, потому что бұл не ғой, шеңбері ғой. Бұл цикличный. Мысалы, сендер пи дейсіңдер ғой. Сендер 2 пи істейсіңдер ғой. Мынау 1 пи ғой, мынау деген. Мынау 1 пи, дұрыс па? Енді қараңдар. Енді тағы 1 пи істейсіңдерші, мына жаққа келгенде синус нешеге тең? Уже мына жерде 2 пи болады. Синус тоже нешеге тең, көріп тұрсыңдар? Мына жерде 0-ге. дұрыс, 0-ге тең. Яғни синус 2 пиден 0-ге тең. Енді тағы пи қосыңдар. Тағы пи қосқан кезде мына жасылды көріп тұрсыңдар, жасыл мен кетіріп тастаған. Осыған бүйтіп қайтадан келеді, тағы пи қосыңдар. Всегда 0-дің арасын жүреді да, айнала береді. Пи қосқан сайын 0 бола береді. Көрдіңдер ма? Логиканы. Вот сол көрсет. Енді косинусқа қарап жүріңдер. Мысалы, косинус. Косинус уже, мына жер 1 дедім ғой, мына жер 1 радиусы. Мына жер минус 1. Мына жер минус 1. Потому что енді мына x бойынша мына жер 1 болса, мына яғы минус 1 емес па, дұрыс па? Мына жердің ұзындығы 1-ге тең. Мына жердің ұзындығы 1-ге тең. Ұзындықтар 1-ге тең. Если что. Вот сол. Енді қарап жүріңдер оқушылар. Косинусты қараңдар. Косинус пида нешеге тең болып тұр мына жерде? Именно косинус бойынша. Точно 1-ге ма? Мына яғы минус 1-ге. Мына яғы минус қой. Минус 1-ге тең. Ал косинус 0 дейші, мына 0 градус деген мына жер прям басталатын градусы мына жерде нешеге тең болып тұр? 1-ге, плюс 1-ге. Просто 1-ге тең, я. Плюс 1-ге тең. Косинус 0-де 1-ге тең. 0 градус деп қойын қасына. Косинус пида минус 1-ге тең. Косинус, мысалы, жартысында нешеге тең? Косинус пи бөлінген 2-де ше. Нешеге тең болып тұр? Дәл ортасында жатыр. Мына жерде нешеге тең? 0-ге тоже.
нөлге тең. Әне косинус уже пи бөлінген екіден нөлге тең. Ал синус ше ол жерден нешеге тең болып тұр? Мына жерде. Мына Тоже нөлге? үстінде. Жоқ, синус үстінде, мына үстінде тұр уже, ол горизонтальный линия. Ойбай, вертикальная линия. Мына жер арақашықтық бір. Синус нешеге тең? Пи бөлінген екіде. Синус бірге тең. Көріп тұрсың ғой мұны? Яғни мына нөлден көтеріліп жатыр пи бөлінген екіге. Пи бөлінген екіге көтерілген кезде синус бірге тең болып тұр. Мына көріп тұрмыз ба? Мгм. Ал ол жерде косинус жоқ. Косинус мына астында жатыр. Астында косинус нөлге тең. Ол жерде. Вот бәрі осындай логика. Бұл негізі оңай нәрсе. Они оны түсініп алсаңдар, все уже. Сендер тригонометрияны спокойно түсінесіңдер дальше. Енді банаға түбірасты 3 бөлінген 2, там 2-ден 1 деген сандар бар ғой. Мысалы, косинус 30-да 2-ден 1-ге тең деген. Бәрі осыдан шығады ғой, бәрі осыдан шығады. Себебі қараңдар, мысалы, 30 градус деген примерно это мына жер ғой. Мысалы, мынау 40, мынау 90 градус болса, 30 градус деген примерно мына жерде, дұрыс па? Солай ма? Иә, примерно вроде. Келеді. Примерно мына жер. Енді қараңдар, примерно осы жер. Енді синус 30 градустан нешеге тең? Мысалы, мына жер 30 градус болса, қараңдаршы, мына ровно былай синусқа әкелсек, мына примерно синустың жартысына келеді да мына жерде. Мгм. Как раз мына жер 1 болса, мына жер жартысы қаншаға тең? 2-ден 1-ге тең. Вот. Көрдіңдер ма? Ол синус 30 градус деген 2-ден 1-ге тең иә сонда. Ал косинус ше, косинусты уже мына жерге тең. Мына жерде косинус үлкенірек та, көріп тұрсыңдар ма мына жерде? Өзі мына жер түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Мына жердегі ровно value түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең негізі. Вот барлығы содан шығады негізі. Ағай, осылай екен ғой деп айтпайсыңдар ма? Әне, синус косинус деген осыдан шығады просто. Әне, мындай шеңбер сызасыңдар. Айттым ғой солай. Ау? Мен айттым ғой синус 2-ден 1-ге тең болады осыдан екен ғой деп. Вот, я осыдан шығады мына. Әне, мына шеңбердің радиусы 1-ге тең шеңбер бар. Радиусы 1-ге. Сонда синус косинусты қоя берсіңдер, осыдан шыға береді. Так, все. Енді біз чуть-чуть мынадан отошли темадан, бірақ енді надеюсь синус косинустарды уже сендер көбірек тереңірек түсіндіңдер деп ойлаймын. Так, келесі есеп. Мында параллельдер туралы берілген. Не деп тұр? Окей, бір условиялар бар екен. Line K дейді. Line K деген қайсысы ол? Intersects line R and S. Line R and S. Скорее всего, мыналар мысалы R, мынау S, line K деген мынау. Мына жерде көрінбей қалыпты. Аха. R мен S-ті қиып өтеді дейді. Егер W 146 болса дейді. 146 деген мына жер, примерно. W 146 градус болса дейді. Қай информация жетеді, чтобы доказать, яғни дәлелдеу үшін, мына R мен S параллель екенін дәлелдеу үшін, қай информация жетеді дейді. Окей. Қайсы жетеді екен? Қалай ойлайсың? Міне 4 вариант берілген. Біреуінде айтып x-тен 34 дейді. Аха, қайсы жетеді деп ойлайсың? Мен Y-тен 146 деген почему-то. Аха, почему-то сенің ответің дұрыс шықты. Потому что ағай Почему? вроде андай емес па? Қиылысатын борыштар бар ғой. Сол кезде анау W Y-тің градусымен тең болмайды ма? Дұрыс, иә. Ол үшін керісінше нәрседен шығамыз. Яғни біз параллель екенін білеміз. Параллель екенін білсек, қай информация точно дұрыс болады? Именно екеуіне қатысты. Мысалы, мынау, допустим, 100 градус болса, онда мына жері понятно, что 50 градус болатын понятно да, бірақ ол мына параллель екені ешқалай көмектеспейді да мына жерден 50 градус екені. Түсінікті ма? Біз білеміз, что мына түзу линияны кесіп өтсе, ол ровно мына 180 градусты ровно былай екі бөлікке бөлетінін понятно да, оны білеміз. Бірақ ол мына
параллель екеніне вообще көмектеспейді да мына екеуінің. Мына жерде 50 екені. Ойбай 50 деппін ғой мен, қате жазып қойдым ғой. 80 екені точнее. Сексен. Иә. 80 екені көмектеспейді да вообще. Дұрыс па? Енді қара мынадар. Мына жерде А варианты, мына жерде 34 деп тұр. Мына жердің 34 екені бізге көмектеспейді. Мынау мен мыналар параллель екені көмектеспейді. Поэтому А вариантын сызып тастай берсек болады. Түсінікті ма? Түсінді. Енді кеттік. Б вариантын пока тоқтай тұрық, С вариантына көшейік. С варианты. W мен Y-тен қосынды 180 дейді. Мына жерде қарайықшы, мысалы, мынау біздің W-міз болса, допустим. Так, мынаны 146 жазып берейінші. 146. Мына жер қанша бар? 34. Енді қарайық. Мына жер Y дейді, мына жер Y. Мына жер даже суретінен көрініп тұр ғой, что W мен Y-ті қосқанда 180 шықпайтын, потому что мынау доғал бұрыш екен көрініп тұр да, үлкен бұрыш екен, 90 үлкен. Да? Еще екеуі тең ғой бұның. Екеуі тең болады. Параллель болса екеуі тең деген бар. Яғни керісінше де шығады. Екеуі тең болса параллель. Яғни бұл бір-бірінен шығатын осындай нәрсе аксиома. Яғни мына екеуі тең болса параллель болса екеуі тең деген сонда. Яғни бір-бірінен шығады ол. Түсінікті ма? Түсінді. Қосындысы ешқашан 180 болмайды. Егер 180 болса, значит мына Y 34 болу керек деген сөз. Бірақ Y 34 болмайтынына мына жерде даже түрінен көрініп тұр ғой, что доғал бұрыш мындай 34 болмайтыны. Поэтому C варианты қате. Y пен Z-ке кештік. Y қайда, Z қайда? Y пен Z мына жер. Екеуі 180 болады, я шынымен де 180 болады қосқан кезде. Бірақ ол бізге көмектеспейді. Мына екеуі параллель екеніне ешқалай көмектеспейді. Поэтому бізде қалатын вариант B. Ол Y 146-ға тең. Банағы параллельдерді кесіп өтсе, мына бірыңғай бетте жатқан бұрыштар тең болады. Мына как раз екеуі. Бір плоскости жатыр, екеуі тең. Вот сол. Вот солай. Яғни, еще мындай да шығады. Мына 146 болса, немесе мынаны білсек жетеді деген бар. Z 34 екенін білсек, жетеді деген тоже келеді, да, дұрыс па? Z 34 болса, бұл параллель екенін біз түсініп тұрмыз. Потому что Z 34 болса, мына 146, значит, бұлар параллель. Значит, мына 34. Түсінікті ба, да? Иә, түсінді. Яғни, міндетті түрде параллель туралы есептерде міндетті түрде бұрыштар екі жаққа да қатысылу керек. Яғни тек қана бір жақтың бұрыштарымен оны дәлелдеуге болмайды. Екі жақтың да бұрыштарын біз қарауымыз керек болады. Так, келесі есепке көшейік біз. Келесі есепте не бар? Келесі есепте бір сөз есебі екен. Мұнда біреудің жұмысы берілген, бір функция берілген, түсіндеу берілген. Кеттік. Яғни негізі бұл есеп қатты бір шығарып, оны бір не істеп керек емес. Яғни бұнда тек қана бір нәрсені қарап түсініп алу керек болды. Technician дейді, $1055 тапқан екен, өзінің regular, яғни основной жұмысында, потом өзінің екінші жұмысын екеуін қосқанда $1055 тапқан екен. Міне как раз екеуін қосқанда $1055 шыққан екен. Түсінікті да? Енді қараймыз. H деген нені білдіреді? H деген основной жұмысындағы уақытты білдіреді. Көрдіңіз бе мұны? Уақыт. C деген не білдіреді? C деген екінші жұмысындағы уақытты білдіреді. Яғни 20H плюс 17C 1055, общий $1055 тапқан екен. Сонда 20 деген нені көрсетіп тұр? 20 деген нені көрсетіп? The amount the technician earned for each hour she worked at her regular job. Иә, болды. Яғни мына $20 деген нені көрсетіп десе, мына ойбай $20 емес, пока білмейміз. 20 деген доллар санын көрсетеді. Мына технicianның әрбір сағатқа тапқаны өзінің, мына қараймыз, основной жұмысы at her regular job. Мына екінші вариант дәл сондай, бірақ мына жерде second job деп тұр. Яғни екінші жоқ, бұл екінші жұмысында емес.
Потому что екінші жұмысындағы нәрсе это уже сиға қатысты, мынау екінші жұмыс. Ал мынау уже regular. Сондықтан біз regular деген вариант таңдаймыз. Еще плюс, мына жерде так как уже ашпен бізге сағат беріліп тұрса, значит сағат керек емес, значит 20 деген ақшаны көрсетеді міне. Hours деген керек емес, уже hourстар бар. Бізге значит доллар керек екен. Так, все. Осылай не беріліп тұр, соны қараймыз. Нені алып тастауымыз керек, нені қарастырмаймыз. Мына жерде өте негізі понятно деп ойлаймын. Бірақ біреуде сұрақ болса, потом сұрауға болады. Келесі есеп. Мына есеп тоже дәл банағыдай дәсміспен шығады. Мына әне қараймыз, синус не сұрап тұр? Синус 3π бөлінген 4 сұрап тұр екен. Дәсмісқа кеттік, сразу дәсмісқа бірден салайық. Так, синус бетен 3π, пи деген пай деп жазамыз, бөлінген 4. Мына қандай шығып кетті? 0,7 бір нәрсе деген вариант шығып кетті. Астында қандай варианттар тұр? Астында екі вариант тұр. 2 минус сан тұр. Мынау минус сан ба? Мынау минус сан емес, да, понятно. Минус сандағы варианттарды алып тастаймыз бірден. Алып тастаймыз. Астында қандай вариант болды? Астында мындай вариант болды. 1 бөлінген 2 деген вариант болды. Сосын астында мындай вариант болды еще тағы да. Ең соңғы вариант, қателеспесем, түбір асты 2 бөлінген 2 деген вариант болды. Қай вариантпен сәйкес екенін көріп тұрмыз? Осы түбір асты 2 бөлінген 2. Иә, түбір асты 2 бөлінген 2 сәйкес екенін біз көріп тұрмыз. Мына қарайық. Міне 3π бөлінген 4. Ол мына как раз осыған тең. Енді біз дәсмісқа салғаннан кейін көреміз 0,77. Ағай, мына дұрыс вариант шықпады ғой деп паниковать етіп керек емес тоже көбіне. Мына жерде қараймыз, мыналар минус сан. Минус сан бірден керек емес. Енді мынау понятно, яғни 2-ден 1 болмайтын. 2-ден 1 0,5 это жай ғана ондық бөлшек. Ал мына уже бұл түбір асты 2 деген не совсем рациональный сан емес, не бұл түбір болып тұр. Сондықтан мынау болады 77 деп жалғаса беретін сан болады. Өйткені логично. Даже түсінбей жатсаңдар да просто мына санды дәсмісқа жазу арқылы дұрыс ответін көруге болады. Так, келесі есеп. Осыған көштік. Мұнда не? Мұнда бейді табу керек дейді. Тоже есеп вроде бы қиын емес. Қанша шықты? Сенде? 29. Дұрыс, яғни просто мында көрдіңіз, x5 деген бәрінде бар. x5 жақшаның сыртына шығарып жеуге болады. Мына жерге 19 қосу 29, ойбай 20 минус 10. Сонда 29 x-ның 5 дәрежесі шығады. Жауап 29 болады. Так, кеттік келесі. Мұнда қанша шығады? Түбір асты 133-те y болмайды ма? Аха, мынау болады, мынау. Енді неге мынау емес, неге b емес десе, екеуі қараймыз. 2-ден 1 деген жалпы қандай функция? Дәреженің бір сан бар. 2-ден 1 деген это түбір деген функция, түбір асты. Түбір асты. Мына жақшаның ішіне аламыз. Жақшаның ішіне не тұр? Соны целиком жазуымыз керек түбірдің астына. Как раз вариант C болады. Целиком жазуымыз керек. Егер бүйтіп тұрса ше, мысалы 33 көбейтілген y-тің 2-ден 1 деп бөлек жазылып тұрса, онда болатын еді вариант A болатын еді. 33 түбір асты y деген болатын еді. Бірақ мұнда екеуі бірге алынып тұр, сондықтан бірге жазамыз всегда. Вариант C. Так, кеттік. Мына есеп. Тоже дәсміспен шығады. Не просто қайталап мынаны дәсмісқа саламыз, мынаны дәсмісқа саламыз. Қай жерінде қиылысып тұр, қай точкада қиылысып тұр. Соны біз таңдаймыз. Кеттік дәсмісқа сала салайын, ерінбей. Мен солай салдым ғой дәсмісқа. Ерінбей сала жіберейік. Так, функцияларымыз жаздық. X плюс 7 тең болады 13. Келесі y дейді, не дейді? Y тең 5x квадрат плюс 5. Екеуі қиылысып тұрған жер керек. Екеуі қай жерде қиылысып тұр? Мына екі сызығымыз біздің 2.
графигіміз қиылысып тұр, ойбай, қай жерде қиылысып тұр мынау деген, жоғарыда қиылысып кетті ғой. Түк мына жерде қиылысып тұр, мына 6-да 185, міне 6-да 185 деген точкада қиылысып тұр екен. Вот болды, осы точканы аламыз, ответ осы болады, 6.185. Так, келесі есеп. Соңғы есеп екен мынау. Не дейді? School is ordering tablet computers дейді. Ол деген бана планшет заказ беріп жатыр екен. Әрбір планшеттің бағасы $164 тұрады дейді. И оған еще не қосылады? 6% налог қосылады, налог. Енді қараймыз, налог қосылады дейді 6%. И школа не істейді дейді? No more деген осыны артық істей алмайды. 44.800-ден артық құрта алмайды. $44.800 артық құрта алмайды екен. Включая налоги, не қанша максимум не бере алады дейді, планшет заказ бере алады. Окей. Еще қараймыз. Планшеттің бағасы қанша негізі толық бағасы? Налогты қосқанда. 173.84 болады. Яғни 64 плюс 6%. 6% деген это еще 64. Осылай. Қанша дедің? 3.84. 3.84. Осылай. Бір планшеттің бағасы. Енді общий 44.800 болу керек. Точнее, содан артық болмау керек. Артық болмау керек. Саны. Numbers. Санын табу үшін просто общий сумманы мынаған бөлеміз, 73.84-ке бөлеміз. Сонда қанша шығады бөлгенде? Примерно менде 257 шықты негізі. Так, 44.800 бөлінген 173.84. Сонда мындай шықты мына. Number кіші болу керек неден? 257-де 7.08 осылай шықты да, сенде? Осылай шықты ма? Иә. Сонда мынау енді бір бөлшек шығып кетті, біз количество планшеттің саны бүтін болады. Сонда қанша шығады ровно? 257. 258 уже алмаймыз, потому что не хватает. 257 шығады. Аха. Ал егер біздің жауабымыз мындай болса, мысалы, мында қанша шығатын еді? 256. Жоқ, 250, мысалы, 5-те 9 десе қанша шығады? По-любому 255 ма? 250 болады. Мына жуықтап керек емес, жуықтап 256 деп жазып, қателесіп кетпеңдер, болмайды. Себебі мына жерде мынаған все-таки жетпей тұр әлі, бүтінге жетпей тұр әлі. Так, түсінікті де 257 шыққаны. Иә, түсінікті. Түсінікті болса, онда мыналармен все. Кеттік, біз нені қарастырып жүрейік? Соңғы бізде 2 минут қапты. Мынаған үлгеретін шығармыз ойлаймын. Так. Мына ең соңғы сұрақтарға. Сен осы ең соңға бір 3 сұрақты берген да? Я еще иду. Біріншісінде сен қайсын таңдадың? Диді таңдадым. Диді таңдадың. Диді таңдадың. Окей. Неге диді таңдадың енді? Айтып жүрсең болады? Мына жерде, типа, өмірдің нелері туралы, қиындықтары туралы не істелген, и потом, походу, автор призывает к тому, чтобы он сопротивлялся, именно вот боролся с этими, не знаю, нелермен. А басқа нелер поэзия келмейді. Молодец, иә. Негізі ди деген дұрыс ответ. Қарайық мына жерде. Не деп тұр жалпы? To encourage, яғни баланы соған шақыруда, encourage это поощрять ету, соған бір қолдау беруді, чтобы ол өмірдің опытымен сам бір тәжірибе берме, соған давай қозғал деу да. Мына жерде как раз бірінші жолында айтып тұр, go force не деген сөз?
Типа, иди дальше, вперед. дұрыс, алға жүр, иә, алға жүр. Force деген это кішкене басқаша не бұрынғы в основном қолданатын сөздердің бірі это алға жүр, go force, алға жүр. Алға жүр деп тұр, менің балам өзінің жүрегінің желаниесімен деп тұр. Үлкен үлкен нелерге жет деп тұр. Нелерге. Жоқ, үлкен үлкен жетістіктерге жет деп тұр. Great